Құрметті достар, жаңа Қазақстан жастары үш нәрсенің айрықша маңызды екенін түсінуі керек. Бұл терең білім, еңбекқорлық және отаншылдық қасиет. Біріншіден, қазір білектің емес, білімнің заманы. Көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар елді алға бастайды. Сондықтан, әрдайым оқу білімге, жаңашылдыққа құштар болған жөн. Болашақтың кілті цифрлық технология мен инновацияда. Бірнеше тіл білу, түрлі кәсіп игеру қолдарыңыздан келеді. Біз алдымызға зор міндеттер қойып отырмыз. Еліміз бәсекеге қабілетті болу керек. Халқымыздың әл-ауқатын артырып, тұрмыс сапасын жақсарту қажет. Қазақта жас келсе іске деген жақсы сөз бар. Біз сіздерден тың бастамалар және озық идеялар күтеміз. Елге тірек болу, әрбір жастың мұраты. Білімді әрі білікті өрендер ғана осындай биік мақсатқа жете алады. Екіншіден, жастар адал еңбекті бағалап, рухы биік, санасы сергек болуға тиіс. Адал еңбек адам көркі дейді халқымыз. Жаңа заманның жақсы қасиеттерін бойға сіңірген абзал. Сонымен бірге, жаһанданудың жағымсыз әсері де бар екенін ұмытпау керек. Мемлекеттік мүдде бәрінен биік тұруға тиіс. Өзінің құндылықтарын ұлықтай білмеген жұрт өзгенің жетегінде кетеді. Ана тілін, ата дәстүрін, төл тарихын білу әрбір жастың перзенттік парызы. Осыны әрдайым есте ұстаған жөн. Үшіншіден, отаншылдық ең асыл қасиет. Әркім қоғам алдындағы жауапкершілікті терең сезіне білу қажет. Туған елге құрмет, жалынды сөзден емес, жасампаз істен көрінеді. Алдына мақсат қойған азамат нағыз мемлекетшіл тұлғаға айналады. Осындай жастары бар Қазақстанның келешегі жарқын болары анық. Қадірлі достар, Әл-Фараби бабамыз, еліңнің болашағын білгің келсе, маған жастарыңды көрсет деген екен. Осы сөз өскелең ұрпаққа бағыт сілтейтін темір қазық болуға тиіс. Аға буын сіздерге зор үміт артады. Осы үмітті ақтайсыздар деп сенемін.